жұмыс бабымен екі жігіт Калининградқа іс сапармен баратын болдық. Алғашында пойызбен баратын болғанбыз. Кейіннен қасымдағы серігім көлікпен барып қайтайық деп ұсыныс айтты. Ондағы ойы Калининградтан сәл әріде тұратын ата-анасына да барып қайту екен. Мен келістім. Белгіленген күні екеуміз жеңіл көлікпен жолға шықтық. Егер ешқайда бұрылмай тура жүрсек, шамамен 8-9 сағатта Калининградта боламыз. Бұл екі араға көлікпен алғаш жүруіміз болғандықтан жолға таңертең ерте шықтық. 3 сағаттай жүрген соң серігім машинаның жанармайы азайғанын айтып, жанармай құю станциясы деген белгіні жіберіп алмай мұқият қарап отыруды тапсырды. Жақын маңда ауыл көрінбейді. Май бітсе далада қалатын түріміз бар. 15-20 минут жүргенімізде алдымыздан тимен 5 километрдегі жол белгісін көзім шалды. Бағыт оңға қарай деп көрсетіліпті. Елді мекен белгісінің астында қонақ үй, асхана, жанармай құю станциясы деген қосымша белгілер тұр. Қашық емес екен. Бұрылып барып жанармай құйып алайық деп шештік. Тас жол болмағанмен ауылға апаратын жол тегіс екен. Әні-міне дегенше ауылға жеттік. Кішкентай ғана ауыл. Үйлері ескі. Ауыл ішінде әрі-бері жүрген адамда көрінбейді. Біз алдымен ауылдың шетіне қарай орналасқан жанармай құю станциясына қарай бет алдық. Май құйып болған соң серігім кассирден Калининградқа дейін қанша шақырым деп сұрады. Ол біздің бетімізге таңырқай қарап, қандай градқа деп өзімізге қарсы сұрақ қойды. Серігім қайта сұрап еді. Кассир әйел тағы да қандай градқа деп қайталады. Серігім мынау саңырау ма деп күбірлей сөйлей келіп көлікке отырды. Дүкеннен сусын алып алайық, сол жердегі кісілерден тағы қанша жол қалғанын сұрармыз деді. Дүкенге кіріп су алдық. Дүкенде бізден басқа ешкім жоқ екен. Серігім сатушыдан Калининградқа дейін қанша шақырым деп сұрады. Сатушы бетімізге бажырая қарап, қандай градқа деп өзімізге қарсы сұрақ қойды. Қайта сұрап еді, тағы да сол жауапты қайталады. Сатушыдан дұрыс жауап ала алмасымызды сезіп дүкеннен шығып кеттік. Қайта үлкен тас жолға қарай бет алдық. Ауылдан шыға берсе қарсы келе жатқан бозбаланы көріп, серігім көлікті тоқтатты. Біздің бірдеңе сұрағалы тоқтағанымызды сезген болу керек. Бала да тоқтады. Серігім одан: «Балақай, Калининградқа дейін қанша шақырым болатынын айта аласың ба?» деп сұрады. Бала бізге таңырқай қарап, «Қандай градқа?» деп қайта сұрақ қойды. Серігім қайта сұрап еді. Бала ашуланып бізге сұстана қарады. Жемтігін көрген жыртқыштай көздері от шашып тұр. Дәл қазір бізге тап беретіндей көрінді. Серігім көлігіне отырып жатып, «Мына ауылдың бәрі жынданған ба?» деп күбірледі. Мен оның жүзінен үрей байқадым. Шыны керек, менің де бойымда қорқыныш биледі. Өйткені мынау ауылда, адамдары да, олардың іс-әрекеттері де қалыпты тіршіліктен бөлек екенін сол кезде сездім. Серігім де соны сезген болу керек. Отыра салысымен газды басты. Тас жолда келе жатқандай басып келеді. Артымызға бұрылып қарауға шама жоқ. Құдды соңымыздан жын-шайтан қуып келе жатқандай сезімде болдым. Серігімнің де қорқып келе жатқанын көзінен көріп келем. Тіпті бір-бірімізге тіл қатуға да шама жоқ. Күре жолға жеткенімізді де сезбей қалдым. Жолға шыққанымыз сол, бізді жол полицейлері тоқтатты. Құжатымызды алып хаттама толтыруға кірісті. Серігім: «Мен ешқандай жол ережесін бұзған жоқпын, неге хаттама толтырмақшысың?» деп жол полицейінің қолына жармасып жатыр. Мен де ештеңені түсінбей тұрмын. Расымен де ол жол ережесін бұзған жоқ қой. Мен өз ойыммен болып тұрғанда жол полицейінің жылдамдықты асырдыңыз, бәрі камераға жазылған дегенін естіп қалдым. Серігім болса: «Ау, қайдағы жылдамдық асырған? Ана ауылдан келеміз, тас жолға шыққан осы» деп түсіндіріп әлек. Ал жол полицейі болса: «Қайдағы ауыл? Бұл маңда ешқандай елді мекен жоқ» деп оның сөзін тыңдамады. Полицейдің мына сөзіне шыдай алмай, мен де араласып, «Әне жол белгісі тұр ғой» дедім. Полицей «Мынаның есі дұрыс па?» дегенде бетіме бажырая қарады. Мен «Әне» деп артыма бұрылсам, ешқандай бұрылыста жол белгісі де жоқ. Серігім екеуміз өз көзімізге өзіміз сене алар емеспіз. Бағана ғана тұрған жол белгісі ғайып болыпты, түсініксіз. Біз аң-таң болып тұрғанбыз да жол полицейі «Бері келіңіздер, міне камераның түсіргені» деп бізді өздерінің қызметтік көлігіне қарай шақырды. Компьютер біздің көліктің 160 км жылдамдықпен жүргенін көрсетіп тұр.